желісі 2 километрге жуық көшелерді жол тегістеу жұмыстары, сол тас төсеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қажетті деп танылған жерлердің барлығына қазір түнгі жарықтары қойылып жатыр. Сонымен қатар электр желісі нашар жерлердің барлығын бағаналарын ауыстырып, мемлекеттік мекемелердің, коммуналдық мекемелердің арқасында тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Сонымен қоса жауын шашын күндері осы тұрғындар бізге аялдама қажет деп өтініштерін білдірген болатын. Оны да сол 3 жерден қазіргі таңда қажетті деп танылған осы халық шоғырланатын жерлерге 3 аялдама қойылды. Бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, сол кісі келіп, неше жылдан бері күткен нәрсеміз ғой, сол жылдан бері осы істеліп жатыр. Аллаға шүкір, рахмет. Ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Ахатов Нұржан деген кісіге рахмет. Ягодка Пищевик саяжайын біз сол бас жоспарға енгізіп жатырмыз. Алдағы уақытта біз сол бас жоспарға сәйкес инфрақұрылым дамыту жұмыстарын жүргізетін боламыз.